Assalamu alaikum, aziz тамаша көйлер. Және сіздер менен өнердегі өмір атлы көрсетуімізде көрсетіп тұрғанымыздан қуанышлымыз. Қарақалпақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің тікелей басылмасында басланған бұл жойбарымыздың мақсаты бүгінгі күнде өнердегі өмірі арқалы жастарымызға, замандастарымызға үлгі болып отырған ұстазлардың өмір жолларын көпшілікке үлгі тұту, әсіресе жастарға кеңінен үгіт насихаттаудан ibarat. Демек, бүгінгі көрсетуіміздің темасы Қарақалпақ киносы хақында болады. Һәм бүгін біз сәубетлесу үшін елімізге белгілі болған ұстазларды, ұстаз дүрітушілерді шақырып қойғанбыз. Таныстырып өтімен Қарақалпақстан Республикасына минет сіңген көркемөнер қайраткері Бауидин Баймұрзаев, hamda Qaraqalpaqston Respublikasına xizmat ko'rsatgan artistlar Bazarbay Nazarmbetov, Klara Shamuratova, және де Berdaq атындағы Qaraqalpaq Mamlakatlik Akademiyalik Muzikali teatrning aktyorlari Dastan Baymurzayev hamda Alisher Akimler bugun mehmonda. Assalomu alaykum ustozlar. Демек, сіздер мен көрсетіп тұрғанымыздан қуаныштымыз. Бүгін мінеки тазадан басланып атырған жойбарымызда ең дәслепкі салаларында сіздер мен көрсетіп тұрыппыз. Һәм бүгінгі демек көрсетуіміздің темасы болса Қарақалпақ киносы. Бүгінгі жастар үшін мінеки ең дәслеп Қарақалпақ киносының үлкен тарихы хақында, басып өтіліп атырған жоллары хақында, демек дәслепкі соның дүретушілері ретінде өздеріңізден пікірлеріңізді тыңлағымыз келеді. Бауидин аға, өзіңізбен сәубетті басласақ. Рахмет. Қарақалпақ киносының тарихын баслаушылары біздер емес енді. Біздерден алдын баслаушылар болды. Олыма Қарақалпақстанда ең бірінші мына hüccetli фильмлерде істейтін студия ашылды. Ол ертеректе ашылды. Сөйтіп халқымызға белгілі адамлардың барлығының өмір несі, халыққа істеген қызметлері бәрі сол фильмлерде сәулеленді барлығы. Ал көркем фильмлерді сол кейінгі жыллары басылады. Сол 80-ші жылдардан кейін басыланды. Һәм оған себепші болған сол атларын айтып кетуіміз керек ол адамлардың. Себебі оған көп орынып сол hüccetli фильмлер студиясының филиалын, Ташкенттегі студияның филиалын Қарақалпақ фильмге өзгерттірген Оразбай Әбдірахман, Өзбекстан халық жазушысы, халқымыз жақсы таниды, сатирик жазушы. Сол кісі көп минет етті, сөйтіп Қарақалпақ фильм деп штатлардан көбейтіп фильм істеу үшін әрекет қылды. Сол анық Қарақалпақ киноларын пайда болды деп айтуға болатығын уақыт бұл киноға Мұратбай Нызановтың һәм кино сценарист, һәм киностудияның директоры болып, со Қарақалпақ актерларымен атқарылатын фильмлерге сценарийлер жазып, соларды Ташкенттен өткізіп, һәм соған рұқсатты алып, сол баслаған уақыт болды. Бір 10 жылдан көбірек істеді ол кісі. Бірақ танымсыз істеді. Өзі Мұратбай ағаның өзі еш мына нағыз дүретуші адамға керек бір қасиет бұл дым тынбайды, һәм басқалардан тындырмайды. Мысалға бір hüccetli фильмді алып басласа, бүгін баслады ма, ертеңгі азан саат 8-де телефоның шыңғырласа, оны көрмей-ақ Мұратбай аға екенін білесің. Себебі ал бүгін шөлкемде сүріп қойыппыз. Ал мына адамларға айттың ба, актерларға айттың ба, бүгін ертерек барайық, себебі кеш болып кетеді. Ана құяш тастөбеге шыққан уақытта жағы суретке ала алмаймыз. Сол үшін ертерек барайық. Ана келетін адамларыңдан тезлеттір деп азаннан баслап, со қашан фильмді бітемен дегенше телефоның тыныш таппайды. Һәм
көп сценарийлерді жазды. Мен көп жерлерде естідім, көп адамдардан. Директор болғаннан кейін тек қана өзінің сценарийін қойдыра береді дегенде. Мен сол жерде 13 жыл бірге істескен болсам, со бір адамның мен сценарий әкелгенін көрген жоқпын. Енді әкелмей құрдан құр өкпелей беруім қате нәрсе. Ешкім жазбаса, ол кино қаяқтан қойылады. Мені бірінші Мұратбай аға шақырған уақытта киноға. Мен театрда істедім, 27 жыл істедім. Ол аға, мен о тарауға бараман деп айта алмаймын, қорқаман дедім да. Себебі бұл көркемөнер дөретушілік болған менен, кино менен театрдың парқы аспан менен жердей. Улума киноның жолы басқа, театрдың жолы басқа. Мен жаңағыдай сонда сояқларынан қорқаман, екеуі специфика басқа, театрдікі басқа, киноныкі басқа дегенді мысалға өзімем жәрдем етемен. Себебі менен бірінші телевидениеге келген уақымда қиын болды мағанда дейді. Менен әзір енді соны телевидениеде істеген аз-маз тәжірибем бар, солары бар. Осын бұл жерде бұрыннан істеп атқан Батыр Ділмұратов, операторлар бар, солар жәрдем етеді деп. Бірінші Түркішектен басладық біздер. Түркішек деп Ибраим ағаға ат қойдырған екен. Мысалға Россияда Ералаш деген сатиралық киножурнал бар балалар үшін. Сондай қылып істейміз деді. Соған Ибраим ағадан сұраған бір ат қойып берді. Ибраим аға ойланып отырмастан Түркішек деп қойған деген. Себебі халқымыздың арасында Түркішекті білмейтұғым. Қазіргі балалар енді білмеу мүмкін, білмеймін. Бірақ бұрынғы балалардың бәрі білетін еді. Со аты да жарасылы болды. Нағыз біздің өзіміздің Қарақалпақтың нағыз киносы пайда болды деп, Танкі деген кино шыққаннан кейін айтуға болады. Себебі сценарий өзіміздікі, ішіндегі актерлардың барлығы өзіміздің актерлар, хақиқи өзіміздің, біздің халқымыздың өзінің бір жаңағы юморы бар, өзіне тән. Со нәрселердің барлығын со кинода беруге әрекет қылған, берген. Қаяққа барасың? Қаяққа? Жаңа халық артистің алдына барамын? Халық артисті? Бұл жерде халық артисті көп. Қайсысына барасың? Кім айтады саған көп деп? Ол өзі біреу. Үсірде отырып, сен білмейсің, ауылда жүріп, мен білемін. Түсінбедім аға. Телевизоры көру керек. Уақыт-уақытта станавайдан ауқат жеп тұру керек. Біздер мысалға Ташкентке көп баратын ек, жаңа киноны тапсыру үшін, ямаса бір монтажға, неге. Сонда барғанда таксиге отырсақ, аздан кейін өзбекше сөйлесеген бәрі біледі. Біздердің қаяқтан келгеніміз. Нөкіс қалай дейді, үрілдегі адам. Нөкіс жақсы десең, аздан кейін. Сіздерде бір фильм бар да, Танкі деген. Со фильм жүре яқшы фильм дейді да. Неше мәрте көрсем көре бересің дейді. Осын киностудияға барсам, режиссерлар сөйді, көп танысы режиссерлар бар, сәлмесісің, сөйтіп көп. Шал бар ма деп сұрайды сұрасы. Шал кетіп қалды, вафат етті десең, рахматлық болсын, Құда рахматлық қылсын дейді. Сөйтіп, солар барлығы айтты. Мен көп естім о нәрсені режиссерлардан. Мұрнымыздың астында сондай актер бар екен, соны білмеппіз дейді, жаңағы Танкі шыққаннан кейін көрдік дейді. Егер оны ертерек білгенімізде, неше киноларға түсіріп, ұлыма халқымыз Өзбекстанның барлық ауылда, түпкірдегі ауылдарында шекем танитығын үлкен актер болып, халқымызға танылатын еді дейді. Расында да Шамрат аға о рөлді атқарғанда енді нағыз Шамрат аға ғой. Себебі ол кісіні біздер со театрменен командировкада, районларда, гастролларда болдық, базарбайлар куасам болды. Төртлерде барып затлар түсіреміз ғой. Сол уақытлар кішкентай балалар келеді, ең бірінші. Сөйтіп, неде болу керек? Май жапта. Кішкентай балалар келді, сөйтіп, біреулер қарап тұр,
Шамрат ағаны таниды да, әмменің ішінен кішкентай балалар. Ей, пәленше бермеге. Тірі Шамратты көрдің бе? Ана қара, тірі Шамратты дейді да. Енді оларға со адамды былайынша экранда емес, я телевидение несінде емес, экранда емес, былайынша өзін жүргенін көрудің өзі о адам, о бала үшін үлкен бір жаңалық, үлкен бір рухи азық о бала үшін да. Соның үшін жаңағы тірі Шамратты көрдің бе, бермен кел деп шақыратын сол. Шамрат аға күледі, қарағым, мен бұрыннан тірімен ғой, өлгенім жоқ дейді. Енді со Шамрат ағалар арасында да халқымызда белгілі актер, һәм кино әлемінде болсын, сахнада болсын, ол өзінің үлкен өзінің орнына ие халқымыздың актершылық тарауындағы үлкен бір өзінің атын қалдырып кеткен инсанлардан болды. Енді мен қасымда отырған актрисалар солармен көп киноларда бірге істесек. Енді жаңа айттым ғой, айтқан затыңды қағып алып, өзіңе екіше қылып қайтарып беретін уақытлары болады. Har қилы жағдайлар болады ол жерде. Мысалға, қайтадан съемка істеуге тура келеді бір нәрселерді. Сол уақытлары жаңағы бұрынғы кадрға қарайсаң, бәрібір сонда да я сырға, я мойындағы бір кулон, ямаса киімнен бір зат басқаша болып кетсе, ажыралып қалады алдыңғы киятқан. Болмаса сойерге жалғайды. Жалғағанмен бірақ жаңағы зат қатешілік болады да, со нәрселердің барлығы со тұрсында болу керек. Енді жаңағы ондай уақиялар оғада көп болды. Со съемканы жаңағы суретке алу болып атқан уақытлары актерлар тарапынан өзіне өзі бір нелер пайда болады. Сөйтіп режиссерға айтпай-ақ істеп жібереді жаңағы нәрсені. Һәм істеп жібергенде алдыңғы айтып қойған затқа қарағанда өткірірек мынау. Сонан кейін режиссерлар hem қуанады қайта ондайға да. Бұл актерлардың өздерінің тапқырлығы һәм бұл ақиқи дөретушілікті дөрейді сол уақытта. О былайынша отырғанда о нәрселер келмеуі мүмкін басқа. Бірақ істеп атқан уақытта өзіне өзі келеді һәм сүйер талап етеді сол нәрсені. Сол нәрсені жаңағы актерлардың өздерінің сезгенінің өзі бұлан актердің шеберлігі. Онсын біреулер болады, әммесін болып болғаннан кейін дауыс беру болады. Себебі ана жерде әстен әрқилы болып естіліп қалады ғой. Соған дауыс берудің уақытында біреулер бар, өзі дауыс бере алмайды өзіне. Басқа бір актерларды шақырып, сол дауысын соларға оқытуға тура келеді. Мысалға, Өзбекстанда белгілі актриса мархум болып кетті. Әзір енді біздерде де жаңа Қарапақ фильмде, бір-екі фильмде ойнады. Аида Юнусова деген актриса Өзбекстанда бұрын Россияда да көп фильмлерде, сол Орта Азияның көп киностудияларының фильмлерінде ойнаған актриса. Су аққа шекем неше кинода ойнағай үшін бір киноға да өз дауыс бермеген. Дауысын тап өзіндей қылып Айбаршын Бакирова деген өзінің досты бірге оқыған сол береді. Осы жерде біздер съемка істедік. Қасында күнде жүріп біз бірге ауқаттанамыз, шай ішеміз. Міне Аида Юнусованың дауысын Айбаршын Бакироваға барып түсірдік. Ал өзінің сөйлегеннен дауысына шекем, әттегі бір адамларда бір қылықлар бар ғой. Соған шекем ажырата алмайсың өзінен де. Xavotir olmang. Xudo xohlasa qizingizni tez-tez jo'natib turaman. O'zim ham yoningizga kelib turaman. Mayli. Baxtli bo'lsin. Iloho amin. Iloho amin. Сондай жақын дос болғаннан кейін досының сондай нелерін біледі, дауысының краскісіне шекем сөйтіп береді да. Міне барлық киноларында со Айбаршын Бакирова береді. Сондай енді кинолар, көп кинолар, со 7-8 кино шықты кімнің Мұратбай Низамовтың уақытында. О
енді оларға бағаны біздер бергеніміз қате болады. Сол тамашагөйлердің өздері бере. Міне мына балалар сол бірінші класс уақытынан бастап сол киноға түсіп басылады. Енді кейінде ұстарауға қызықты, бірақ мен қарсы болдым. Сонда мен айтқанымды қылмай ұстараудың несі болып кетті. Себебі наны жоқ, ауыр, бұл талаптың минеті ауыр жүре. Сол hem bir başka bir жеңілірек талапқа бар қойсын, ямаса бір ойланып отыратын, я кабинетте отырып істейтін жұмыс істей қойсын демем, бірақ оны қалемеді. Неге қарсы болдыңыз? Кім боласыз бұған сіз? Я мен бұл әдебиаттан неден... Келіншегіңіздің баласы ма? Я біздің үйде тұрады, бірақ аз бөлек шығарып жібердім. Енді сол кино Әзір кейінгі уақытлар кеттай іркілістер болып атырды. Енді еледе біздер үміт етеміз. Себебі кино бұл халыққа керек. Бізге ертеңгі әулет үшін керек. Бүгінгі, мысалға, бүгінгі күндің өзі ертең 40-50 жылдан кейін бұл тарих болып қалады. Соларға, сол уақыт, бұндан 50 жыл бұрын халық қайтып жасады. Осының өзінде көп айырмашылық болады. Біздің халқымыздан келешек әулет үшін көп сол кино арқалы рухи азық қалдырады деп үміт етемін. Рахмет. Әрбір инсанның өмірі бір кітап дейді, бірақ сондай инсанлар бар, олардың жасап өткен әрбір жылы бір кітапқа мегзейді. Әйні сондай дөретушілер менен бүгін сәубет алып барып жатырмыз Қарақалпақ киносы хақында. Демек, міне ұстазымыз Базарбай аға Назарымбетов. Мен сол кішкене уақытымызда кинофильмдерде көрген уақытта Құдай Назар аға деп танитын едік. Құдай Назар аға екен. Сонымен бірге кейіннен бұл актерлардың өміріне қызығып ізленген уақытымызда хақиқи аты фамилиясы Базарбай Назарымбетов екен. Бірақ міне мен Өзбекстан мемлекеттік көркемөнер һәм мәдениет институтының Өкіс филиалына оқуға кірген уақытымда ол жерде ешкім Базарбай Назарымбетов деп айтпайтын екен, һәмме Алеш аға дейді. Бізге қызық болды, не үшін Алеш аға? Енді актерларды көбінесе атқарған рөлдері, кинолардағы, спектакльдердегі рөлдері арқылы солай лақап беріледі. Бірақ Алеш аға деген бұл Базарбай Назарымбетовтың лақабы емес, хақиқи аты екен. Мен сол уақытында студентлік бір қызық жыллар болған уақытта сұрап алып едім тарихын. Ал бүгін болса бізді тамашалап отырған тамашагөйлерге өзіңіз және бір мәрте тарихын айтып берсеңіз, не үшін Алеш аға? Жақсы, рахмет Мұрат. Оны айтып береміз ғой, оны тек бұл көрсетуде емес, көптеген көрсетуде осы сұрауларды қойды. Басқа бір оқу орындарымен ұшырасуларда, нелерге барғанда сұрауды қояды да, не үшін рас атыңыз Базарбай, Алеш болып кеткен тура келмейді ғой. Базарбай болатын болса, я Бажик болу керек, я Борис болу керек, неге үшін Алеш. Енді ол аз-маз сондаға өте берек бол, онда арасын айта берейін. Мен кішкене уақытымызда біз туылғанда осы негізі менен үлкендер бәрі қалқабатшы болған, кегелші. Бірақ мен көшіп келген жылы осы жаққа, Нокске, мен туылғанман. Біздің көшеміздің басында бұрынғы Фрунзе көшесі деп айтатын еді. Басында 14 автобаза болатын еді. Соң шофырлары таңғы азанда өтетін еді, сағат 5-6-тан бастап па. Біздің әкеміздің жорасы болған екен, Александр деген да, үлкен ұрыс ветеран, үлкен ғары. Сол мен туылғанда ғарымен жүда жақын екен, отырып енді, ол жасыра жүр, азма жуады, деғылады, шайбай ішеді. Сол уақытта айтқан екен да, ана ұрыс ветеран болғанда айтты, Алексей қояйық атын, Алеш деп қояйын, мен қояйын атын, Алексей болсын деп. Ана бірісі орыстарда, русский, болгарин, солдат, Алеша деген қосығы бар. Соған не қылып, Алексей Алеша болсын деген, сол ғары. Енді олар однялы болып кетті, ғарды однялы болып кетті. Енді ара... Ауа. Енді ода... Не да? Енді уақыттары метрика дегенді бір әпте, бір айдан кейін ала береміз. Сол кемпір енді метрика алуға барған ғой. Сол метрика алуға барғанда енді... Алуға барған ұқсайды, енді сөйт деп отырып... Анау... Сапарбай, Қадырбай, Мұратбай, мына Алеш. Алексей деш, ұятты қой, қашанды қыл бет, Базарбай. Бірақ бір ағайын туған туысқан, анау Базарбай деп шақырып көрген емес, еліге дейін. Тек документте. Документте,
документте базарбай ова. Хәтте көшеде біреулер жаңағы басқа оқу орындарында оқығанымызда жораларымыз үйінде базарбай дейтін шығар деп, базарбай бар ма деп кіріп келеді екен ғой. Ондай адам тұрмайды мынандай деп жібереді екен да. Сондай уақыттар болды. Енді yaxşı atмен енді былай кете берейік. Енді Мұратбай ағамен істескен нелерімізді айтып өтейік. Яғы бір гап бар ғой, ол да кетті, ауылды да су алды дей ме? Сонда Мұратбайға да кинодан кетті, киностудиядан су алды дегендей болып тұрды мынау. Gaптың расы. Енді маған қазіргі киностудияның басшылары өкпелемей қойсын. Бұл хақиқат гап, бірақ сол Мұратбайға жанып жақсы білемен. Сол киностудия директор болып келуден бастап, киностудия киносы, Қарақалпақ киносы рауажданып бастады. Енді аз-маз бір нелерді айтып өтейін. Сонда Қоныстар киносында Құдайыңыздарды маған өздері бар, маған берілді, ол сол рөл. Ана, анаң қара Құдай назарата келді. Сома. Бірінші съемкасы болды. Ең бірінші күні бірінші съемка. Соңын Мұратбайға сол съемкада қатынаса алмады, өз бас жақта болды ма? Сол съемкада болдық. Соғын түсіп болдық, сол Әлімбайға Сейтек бар еді, я? Баламды ойнаған. Сөйтіп, соғынды кеште Мұратбайға звонок етті. Алеш деді. Көрдім деді бірінші эпизод неғыңызда, түскеніңіз деді. Сен ұлыма түсінбегенсің деді. Киноға ұлыма оқымадым, түсінбегенсің, ұлыма Құдай назар емес сен деп атқан. Ұлыма басқа зат деді. Менің ойымдағы Құдай назар болып тұрған жоқ. Бұны сен азанда ұшырасайық сағат 9-да. Режиссер бәрі, художник бәріміз ұшырасайық. Азанда киностудияға бар. Суббауин аға, Бектілеуін Замадинов бар. Пердебайға, Мұратбайғаның өзі бар. Бір сағат, 2 сағат кабинетте отырдық. Сол қайттан, сол Құдай назар туралы қандай болған, не болған, сол пікірлестік. Енді Мұратбайғаның көліне ішіп бағанда, Мұратбайғаның жазған Құдай назары болмағанда, сөйтіп Бектілеуін Замадинов әсте құлама сыбырлады да, сен мен қайнатам Бердан ағаның ойнасы деді. Құлама сыбырлады. Бердан аға деген біздің қарындан кішкентай інісі. Бірақ енді біздің қарыны асырауға беріп жіберген, екі жақта өскен, бірақ бір-бірін не қылмайтын адамдар еді. Бердан аға сондай адам уақытында мұғалім болған. Бірақ ауылдан көшіп келемен, көшпе не бар нөкісте деп ғары бақырып еді. Сондан көшіп келіп, жаңағынан неге холодильникке жұмысқа өтіп матрөлер айтады. Матрөлер да. Сондай бір қырсық, сондай адам еді да. Біз ғарым мен екеуінің әлпалыспайтын деді. Сол Бердан ағаның прототипін алды деді да маған, әсте құлама сыбырлап. Яқшы дедім, сөйтіп, негізі сол Бердан аға ойнаған өзінің жазылған Бердан ағаның образы. Sana haydi bak. Haydi. Meni tanımaysan ba. Сонан несі, енді бұның съемкінің несі қалай болады? Қайтып түсіреміз, енді сенің уақытың қалай? Уақытта біле сен Өзбекстан халық артисі ұстазымен Нәжімбек Сатпаев театрының директоры, о тәртіп инзам бойынша күшті білесіз, о Нәжімбек ағаны. О азанда және сағат 10-да репетиция бар, спектакльдің репетициясы болады. Оны тастап кете алмайсың. О театрның ондай жұмысын тастап кету, ол актер үшін өлім болады. Жұмыста шығарып жібереді оны, ауа шығарып жібереді. Оны былай жаздың гүлдер еді, былай қылайық дедім. Мұратбайға мен келсік. Мен азаң 4-те тұрайын. Сөйіп шайпайымды ішіп, сағат 5-те тайын тұрайын. Сіз шопырыңызды жіберің. Мен сол шопырыңызбен неғып, уже 5-те съемочный площадке тайын тұрсын, соңында бастаймыз деп. Сөйіп келісіп алдық. Сол азаңғы 5-те шығып тұрамын, уже келеді Пердебайға картина директоры. Сол съемочный площадкеге барамыз, соңында кинозды түсеміз, сағат 9-ға дейін съемка. 9-да тоқтатады, қайттан машинаға міндіреді, театрға апарады, онда репетиция, театрға репетициясына барамын. Сағат 12-1-лерде не қыламыз, сағат 5-ке дейін перереп дейді театр. Қайттан сол түстегі съемкалар қайттан кетеміз, сол обедленің уақыт жоқ. Пердебайға бишара тие берсін. Содан мен алып кетуге келгенде бір жолдан самса пирожка алатын ұқсайды.
Sonra съемочный площадкаға барамыз, самса пирожкилер жеп аламын машина ішінде. Сөйтіп, сағат 2-ден 4-ке дейін, 4:30-ға дейін съемка. Бойына. Оннан шығамыз 7-лерде спектакль тамам болса, репетиция тамам болса, кеше 7-8-де және түнгі съемкілер, үйдегі съемкілер алды. Сөйтіп, бір айдың өтінгіреді, сөйтіп істедік қой, бірақ рахмет соғықта режиссерларға әмесі бір ауызбіршілікпен істеді да, сөйтіп шықты кино. Оның кейінен нелері бастанды, жаңағы азбышқы дейміз, дауыс беру нелері бастанды. Оны енді кеште істей береміз ғой. Бірақ сол кино шыққаннан кейін енді басқа шақырады ғой жазушыларды, театрның адамларын, Нәжімеден Сатпаеван барға деген киноға. Оны Алишев ойнаған. Қашан үлгеріп жүр мына киноға түсіп? Қаяқта жалғас, қаяқта сен шақыр. Сен, жасырғансың мына баланы жұмыста болмай бұл киноға түсірген. 40 азын айлықлар. Яқ аға, азын әме уақытта жұмыста болды. Еш жұмысты қалдырмады деп. Сөз істенген жұмыстар еді. Мұратбай аға да рахмет. Оның сенімін ақладым деп ойлаймын. Соның үшін азын Мұратбай аға енді 70-ден өтіп атты. Өмір деген өзі сондай ағып тұрған дәрия демде кеше жас жігіттер өше қартайып атырмыз. Соның үшін жастарға айтарым, сол Мұратбай ағадан алатыңызды алып қалың. Мұратбай ағадан енді мына киноға түсіремендей бір режиссерлікпен шұғылданатын балалар, қыздар болса, алып қалың Мұратбай ағадан. Сценария жаздырың, өздеріңіздің бір ішіңіздегі пікірлеріңізді айтың, не қылың, сондайларды алып қалың. Мұратбай ағадан пайдаланып қалдым. Мен кешегіде Муза театр студиясы, мен азыр қайттан театр, Мәргия театр студиясы ашылыпты. Сұлтан Қалдыбеков Ақшагүл деген шығармасын сахналастырып, инсценовка істеп, Мұратбай ағаның өзін барып көріп, өзінің пікірлерін айтты. Бірақ Ақшагүлді жазғанда көп уақыт болған екен да, мен кеше өткен жылмен жақында оқыдым. Сол кітап қолыма түсіп қалды, бір студентінен Ақшагүл анда тұрыпты кітабы. Сол кітапты оқып, бір не келді да, мынаған бір инсценовка істеп сахналастыру керек екен десе. Деп қарасам, Сұлтан Қалдыбек өзі Мәргия театр студиясының кеше сахналастырып қарап тұрыпты. Мен өзім ана жас балалар менен институтта бір диплом спектакль қоямын деген ойым бар еді. Енді бола береді, мүмкін ол балалар басқаша, мен басқаша қоярман, басқаша ойналар. Құлас қалем, сол Мұратбай ағадан әммен жастар әсіресі пайдаланып қалың, алып қалың, сәубетлесіп қалың, ішіңіздегі дәртіңізді айтың Мұратбай ағаға. Мүмкін ол сол туралы бір өзінің сценариясын жазып берер. Соның үшін мен Мұратбай ағаға әммен уақытта денсаулық тілеймін, амандық тілеймін. Еш уақытта сондай сценарий жазудан, шығармалар жазудан еш уақытта танытпасын, алдымызда аман жүрсін, әммеңізге аманлық. Киномыз, Қаралпақ киносы рауыздана берсін. Рахмет сіз. Енді сол орында мысал үшін мінекей Баудин аға танкі фильмін естілген уақытта Шамрат Өтемұратовты айтпай кету, бұл бір қате болады. Енді Қоңсылар киносы да сондай бір қиыншылықтармен түсірілген. Енді бұл жерде айтпай кету бір болмайтұғын инсан бар, марқұм ұстазымыз Алима апа Сапарова. Енді бұл жерде міне сізге жүзікке қас қойғандай болып, Құдай Назардың кемпірі болған, бүгінгі күнде мысалы үшін жастардың ортасында болсын айтқан сөздері елеге шекем. Бір әммеміз пайдаланатығын сөздерге айланып кеткен, сол айтқан сөздері. Менде 3-4 жас үлкен еді ол, негізі. Менде 3-4 жас үлкен еді. Сол бірінші таныстырғанда енді бойындағылар, бектілеулер тауып келген болса керек. Замбер көтеретін жер бар, ішкенде тасиды. Оны ойламаппыз да. Сол ана әйел адам айтқан мен ана ауырлық етеді ғой. Оны толтырып сала берген бір уақытлар алды бетінде әлеш, кейін бетінде ал өздеріміз кетіп баратқан көз жаны эшек сілеміз қатып қалды ғой. Менен түсті ол. Дымыр ешбір нәрсе. Тартаң етіп көтеріп кетті. Көтермейсем бе? Аузың ашылып. Ал көтердім мен. Ойпи. Бас аяғыңды, жаның бар ма? Басып жатырман ғой. Мен ол соғақта айттым, Әлим апа сала берейін бе десем, мен ауылдың қызыма, мен үйде барлық ауыл жұмысы өзімізде сала бер деді. Абайлы бол бірақ дедім. Кейін ол кадрда деп көрсем, ішем қатты менің әмне зорға көтерген екен, бірақ мен еткеш.
ешкі ұстайтын жері бар ма? Сол жерде мен өзім хайран қалдым. Секіріп атсыздың ішінде. Ауыз жаңағыны 1-2 минутта деген қақшып алды, аяғынан ұстайды екен да. Мен хайран қаппан жаңағы ешкіні ұстағанына. Енді бәрібірінде ауылдың әйелі көп нәрсені біледі, біздерге қарағанда ол Қарақалпақша көп нәрсені һәм типаж жақсы түсті. Хазілдам көтеретін деді. Хазілдам көтеретін. Бірақ бірінші жаңа Алима хақында айтып жатырсыз ғой енді. Ол менен кішкентай Алима былай қарағанда. Жақсы. Менен кішкентай. Мен олардан мен сенім үлкенмен десем. Мен Алима апа деп жүріп қойдым. Мен алдында Алима апа деп жүретін. Апай. Қалара кемпір дейміз. Дей ғой, оған жеткерсін, соған жеткерсін. Сөйтіп, мен одан үлкен кішкентай шығарман десем, ол менен үлкен кішкентай. Ол менен кішкентай екен. Оның бір ең бірінші мантықазанды жуып отырған жерінде ашуланы жуып отыру керек екен деп. Соны әрі-бері істеп атырыпты, Баудинаға бар, Бек бар. Сөйтіп түсіріп атырыпты, қайта алып атыр. Сөйтіп Баудинаға менен Бекке айтып, бір ашуын келтіріп, бір жаман кеп айтып жіберші, мына кулиста деді. Сөйтіп шеше деп бақыратын жер айттым 1-2 мәрте. Сөйтіп шеше, ау дейді, бараман. Қаяқтың бағда күлі керек қой, енді соны айтпай атырыпты да. Сөйтіп Баудинаға айтып, бір ашуын айттым, танымасам бұл актрисаны ұрысып кетсе мен деді. Сонда да яқшы деп кулиста артта тұрып, шеше дем. Деп едім, Құдайдың бір өлімі деп түрлер бұлай етіп естіп көрмегенді ол ондай кәбілер сол түрлер. Вот это нам нужно, вот это бақырып атыр, ұсы керек еді деп Мұратбайға ода мониторда отырыпты көріп не әмесін. Сондай болу керек деп. Мен айттым, кешіресің, мен сізге мен ол қапты айта жаға емес едім, режиссерлар маған айттырғызды деп айтып едім. Жақсы түсті тие берсін, бірақ өмір қысқа болды. Дым ақ көкірегі менен түскен. Түнгі ана сол қоңыстарда түнгі 12-1-2 дейін түскен уақыттарымыздан болды ғой, съемкіде. Түнде ана свет өшіп қалатын несі бар ғой, станоктан қоңсы берді келеді. Енді кешіресі қыздар хәзіл қапты, шаршап олым кетті енді. Ана шығып кеткенге свет шақады ғой, сөйді ана ғарры. Не қыласың, істейсің бе, дейді да. Мен, яқ, шатайық кемпір, дейді ғой жерім барды. Ғарры, істейсің бе, деді да. Кімді, дедім да. Сонда кетке солай қоя қойдым. Мен шаршаптым, бірақ хәзілді көтеретін еді. Хәзілді көтеретін әйел еді. Соны қайсы болған естігенде қатты қапа болдым. Әттеген намазда да барып қайттым. Намазда не қалды. Мен үйіне неше мәрте еді. Бір жұмыстың себебіне мен бара алмадым, бірақ сол съемка групп кино түскен актер нелердің бәрі барып үйіне барып шай ішіп қайтты. Сол намазда барғанда күйеуін сонманда бірінші мәрте көрген екен. Күйеуі мен құшақлап кемпірімізден айырылып қалдық қой, әлі өшеп жылап атты да, бишара. Дұрыс, екеуміздің әм кемпіріміз ғой. Екеуміздің әм кемпіріміз ғой. Мен кинода кемпірім, ана өмірдегі кемпір ғой. Соның үшін әміңіз Алима апаның ұрықлары қолдап қатыласын, Мұратбайға табыстар тілеймен, әміңізге аманлық жақсы күндер. Рахмет. Әлбетте хақиқаттан да әрбір сол сөздері, сіздің айтқан сөздеріңіз, Алима апаның сөздері бүгінгі күнге шекем бір жастардың ортасында болсын, жас үлкендердің ортасында болсын, ғары аспан самолеттің жолы шығар деген жерлері, мысалы, қайта сол киноларды көрген уақытында қайта бір көре бергің келеді. Айдайдың жеріне қара. Еплеп өте беріңде балалар. Бұл ташын жолы емес қой. Енді ненің жолы? Пияданың жолы. Онда не қылайын? Аспан ұшайын ба? Ұшсан ұш. Қары, Неуі? аспан самолеттің жолы шығар. Және бір қызық жері, сол аспан, соңында гай жігітлері, бір гайдың қызметкерлері түсті сол киноға, машина өтіп барады, шетте жүру керек қой, мынау енді ұшайық па десең ғой жаңа гайге де. Сондай бір машинамыз бар ғой, гай ұстап алды. Мен қайсы жігіт екен танымаймын ғой не. Гай ұстап алды, енді азымыз нарушение бар шығар да, қайдан бұзған құсаймыз. Сөйлеп неғіп атыптым. Бірақта айттым да,
аспан самолеттің жолда болмаса машина жол болғанда ұшып кетер едім анамнан десем ішіне қатып келіп сөйтіп жіберді қолдасы кинодағы бір эпизодта импровизация ол. сөйтіп жіберді ау танып ой бұл жаңағы шымбайдың бір несінде бір қатты неғып тұр жібермейді жаңағы гайлердің кебіне келіп жүрмесін құрбан кәдімгі лабақ ол біздер ғой деп атты иә нарушение 60 деген жерден 80 мегатса ана бұл нарушение документтер көрсетіп асып тұрып біз кете берейік иә қылмады бұрақты гай жібермеді енді азмас ерегіс болды кейін Россиядан шығып басыңнан шықты ма бәрін баспаса машинадан басың адамдардан апарып басың милицияға деп естіліп тұрыпты мына жақта сонда шынбайда бір жігіттер өтіп баратып ойбай аға деді мына сол жігіт жақсы гай аз басқа келсе пыт шытылады бәріңізді мынамен келісіп кете берің ана мынау деп неғып отыр бір уақытта келді бір жерде не қылыпты анамнан бас деді бәрін анан бас деді мынанан бас деді құтырып барады рыжий деген қасына өтіп баратыр еді атасының бір нексияға міне қойып едім сол мәтүрелерімді айдап өткенде біреуіңіз тоқтатылас едіңіз деп сөйлеймін бір уақытта тоқтап қалды да жаңағы жігіт маған деп хау құдайыңыз аға ассалаумағалейкум деп сөйтіп болды жібердім деп жіберді ғой сөйтіп Сол кинодағы образыңыздың құрметі. Сондай пайдасынан тиіп тұрыпты киноның. Сол. Үшінші мәрте беру мына. Үшінші мәрте мынаны беріп жатырсыз. Үшінші. Енді содан кейін сөйлемейтін болсам, қайт. Алешаға микрофонды алып қоймай тұрып, Клара ападан сұраймыз. Мен ол киноға түсуді бағана Бауадинаға айттым. Мен 1979 жылы, 80 жылы Өзбекстан қаһарманы Төле Қайыпбергеновтың Жұмагүл Қарақалпақ қызы шығармасы бойынша түсірілді. Ол жақта өзбек фильм. Сода екінші курс едім мен институтта. Содан фотопрова, творческий прова, кино провадан өттік. Енді ол уақытта Тамара Шакирова өзбек фильмде істеп отырғаннан кейін, Тамара Шакирова түседі деп естідік һәм біздер не. Сондан кейін біздер түсірмейтін шығар ау деп, һәм жылай алмадым мен, гаптың арасын айтайын, уақытта көзім бір түйрем жас келген жоқ. Бірақ ішінде эпизодқа түсесіз, кейіннен сіз соның досына да түсуіңіз керек, сіздің шартталарыңыз басқаша деп айтып еді маған режиссері сояудың. Бірақ оған енді эпизодқа түстім, сол уақыттан басланды. Бірінші фильмге түсуім. Онан кейін бұл жаққа институт келіп келгеннен кейін осы Қарақалпақ фильмде Мырзабай Өтемісовпенен Колпачок деген фильмге түстік, Төренияз аға режиссері. Көп фильмдерге түстік, кейіннен шетелден фильмдер режиссерлар келіп тұрды, олар менен түсіп тұрдық. Голландиядан түстік, Бауадинаға бәріміз барып. Оразбай Абдрахмановтың шығармасы бойынша билетсіз пассажир голландцилермен біргелікті істедік, Мойнақтан неше ай съемкада болдық. Онан кейін өзбек фильмнің бір-екі фильміне түстім. Феллини деген фильм Мойнақта, ода да костюмерша деген почти главный роль ойнадым. Ода да бір-екі ай сол Мойнақта съемкада болдық. Содан астен әйтеуір өздеріміздің тәжірибеміз асып басылады. Телевидениеде де көп жұмыстар істедік. Телевидениеде киноменен байланысты. Бағана Бауадинаға айтып кетті, камераны сезіп істеуің керек деп. Сондай бәрібірде артықша әрекет болмайды, артықша кетіп қалмауың керек, экраннан шығып кетпеуің керек, камераға қарамауың керек. Әр түрлі фильм. Һәм қанша апай істеген сайын халықтың көңіліне сонша жетіп барады. Менің өзім принципім сол, сөйтіп түсу керек деп ойлаймын да. Солар істеп бардық. Бұл танка фильміне түсіп, танка фильмдегі Сиганка Лөлінің рөліне түсуіміз қызық болды. Бір-екі мәрте айтып бердім. Төренияз аға тие берсін келіп айтты. Клара деді, ал сондай бір тартыс батырды азыр деді. Бір фильм түсірейін деп атырбек. Менің өзімнің Лөлім бар, өзімнің Сиганкам бар деп айтып едім. Сен сол екі актрисаны жеуің керек, содан өтіп кетіп істеуің керек деді да. Сөйтіп кім өтсем Дилбар апа деген тие берсін қайтысып кетті. Онан кейін Шарықбалақта ойнаған актриса екен да. Ал сөйтіп мен айттым, әмеміз бір молланың супысымыз ғой, бәріміздің біткергеніміз театральный институт дедім. Олар кім болыпты біздердің алдымызда? Неге мен өзім қатарлы қыздардан нормально істей алмаймын деп істеймін, ода қалай істедім. Сөйтіп құлас келем, Шамрат аға тие берсін. Маржан апа да бар еді, Шамрат ағаның кемпіріне түсуген еді танкіде. Онан кейін Сырға апа, Зәуір апа үшеуіменен түсірді кинопрованы Рачоккіде. Сөйтіп, бірақ негедір ол жағының бәрі Қарақалпақлар емес, оның ішінде Давран Абдуллаев деген ағай бар, режиссері да,
танкінің. Давран Абдуллаев непокорныйын түсірген уақытында ол оператор еді. Оператор болып істейтін еді ол кісі. Кейін режиссер болып кеткен. Сөйтіп құлас қалам ол мені цыганканың рөліне түсіруді қалемей тұрды ол кісі, не? Жаңағы Өзбекстаннан келген. Сөйтіп құлас қалам. Har xilli жоллар мен көрдім, мен ол менен баш бермедім, істе деген затын жаңағы істей бердім, онан бес бетер қылды. Сөйтіп бір күні Төренезаға бір аптадан келіп тұрды, құттықтаймын, Клара, жаңағы комиссия ағзалары 20-лаған киностудияның адамлары біреуі де сен хақында жаман пікір айтқан жоқ. У нее глаза горит, посмотри, у нее глаза горит деп айтып қуандым. Мен айттым оларға, мен өзім цыганкам бар деп айттым ғой деп. Мысалы алдыңда қарақалпақтан маған лөлі біләдім деп сөйлеп не қылғанда капитан Расым мен сенбеген. Содан түсіп кеттік цыганка рөліне. Жаңағы екі сіздің дублерларыңызды ұтып өттіңіз сонда. Өткен құсайман, енді сол түстік танкіде. Senin derdin pul emas, pul qo'y. Benim dağçığın demende Atahan yolgan aytsam pulingiz kissengizge qoladi. Onda ayt, men niye geldim? Ha, kimni faali keldi. Be ismingiz nima edi? Shamrat. Ha, kimni faali keldi, Shamrat og'ani faali keldi. Moli bilan joni keldi. Men sizga aytsam, siz katta tashvish bilan o'zingiz yomon ko'radigan odamning oldiga borapsiz. To'g'rimi? Сол танкіде түскен уақытымызда тие берсін Шамрат аға менен түстік бір сағаттай Шамрат ағаны алды мінеке деп тұрсақ, Шамрат ағаны алып тұрған болса, мен арқадан қолын көрсетіп тұрды, палашып тұрған жерлерім, деп атырған жерлерім, ақшаны алып атырған соларды түсіріп тұрды да, енді мынаяқта камера. Сөйтіп, енді мен түсіру керек. Камералардың бары мынаяққа көшіп, енді мен ала жақ болса, Шамрат аға маған еш түсіргізбейді мені, күлдіре береді. Құлағы деп келеді. О, деймін. Сөйтіп шашларда бұлай қимылдайды. Сөйтіп қойғызын Шамыртаға деп қоямын. Сөйтіп бір қарасам деп тұрып еді, алсам тамағы құрбақадай қылтырып бұлқ тұрып. Гүм-гүмнің есінде қылды. Сөйтіп бірақлар ана Мұратбай ағаның шығармасы ғой. Мұратбай аға мониторда отырады, әрбір сөзіңді ітібарға алып отырады да. Сол айта жағым, сөйерді, мен айттым, мына Мұратбай аға, мына Шамрат аға мен түсірмейді, мына істетпей атырыпты дедім. Шамрат аға қойса деп не қылды. Сөйтіп, 2000 сом уақытта ақша беретін киностудияның ақшасы ғой, енді сөйлі біреуден алып берді. Маған берді. Мен Мұратбай аға, кімге, Шамрат аға беремен ғой, Шамрат аға маған береді ғой. Сөйтіп деп жүре беріп, Шамрат аға айтады, ақшаны қайтыс берді береді. Сенікі емес ақша деді. Ақшамды қайтып сен күннен кейін бер дей береді демейді, сенікі емес деп күлісіп жүрді. Бір жақсы не болды. Пітерістің қасына жақсы келер басына дейді. Мен киностудияда көп жұмыслар істедім. Институт керіп келгеннен кейін неше жыл тоқтамастан дубляжға қатынастым. Жылына неше фильм алынса, неше фильмге қатынасып тұрдым. Таласбай ағалармен істедім. Қазіргі кино хақында айтып жатырмыз ғой киностудия. Мен қазіргі істеп жатырған жастарға да еш сөзім жоқ. Өздерінің бағыты бар, өздерінің істеу процесі бар. Бірақ Мұратбайға келгеннен кейін киностудия біраз жоғары дәрежеге шықты да, оның дәрежесі көтерілді. Киностудия өзі фильмге барған уақытында да омыраулы жігітлер керек Қарақалпақстанға. Сөзін сөйлегендей, сөзін өткер алатындай авторлар керек та, сценаристер керек, жазушылар керек, актерлар болсын, директорлар болсын, сөзін өткеретін инсанлар керек. Солар келгеннен кейін киностудияның дәрежесі біраз жаққа көтерілді, һәм киностудияның ішінде өзгеріс пайда болды. Мен осы кішкентайымны күнерде уақытынан бастап сол қатынасамын, киностудияға мен жақсымын, ол мен екінші үйім, телевидениеде сондай деп айта аламын, театрдан басқа. Қазір енді жастарымыз істеп жатыр, экран табыстар тілеймін. Кинода көбінесе бұлай монтаж істенеді ғой, соның үшін істей алмайтұғын затын басқа біреуге істетуге болады. Бірақ кейіннен өз істеген қылып, ана ұмтылып атқанын көріп, монтажда қосып береді. Сондай, мына Клара менен кімнің Жұмагүлдің екеуінің нан жауатын жері бар да. Нан болғандара жаңа не? Пәтірнан. Сойдың келіншегі бәрін іслеп, илеп, тайын қылып берді зуалалар. Курорт киносында ма? Ұрда. Ұрда, сөйтіп, басылап, жаңа мына Шатлауылда бір үйде біріншісем жалп ете қалды күлдің үстіне. Екінші көрсетіп береді, таз еткізіп, суға серіп береді. Деп бұлар ұрады, жалп ете қалады ішіне. Алтауыма бәрі кетті. Енді әбет соңымен не қыламыз деп отырмыз.
бір үшеуі қалған уақытта жаңа үйдің келініне айттық, өзің істеп бере ғой қарағым. Сөйтіп, бірақ кейіннен түсіреміз де ана ішінде. Бұлар деп атқанын көрсетеміз, онан кейін ішін көрсетіп бересің. Монтажда тап өзі жауып атқандай болды. Сөйтіп, үшеуін аманап қалып, шаймен не қылдық кейін. Сонда да ойлап жүргенін айтшы, тап тобығына дейін бітіп қалған сұмдық екен. Негізінде түйені сойып отырған біреу көріп қойған. Болмаса апсап етеді ғой оны. Расай, оқу ойдан қашық емес деген. Хау, менем солай ойлаймын. Ұялған тек тұрмас дегендей, дәрі соны Бакир қайнаған үйіне барып айтқан несі? Асылатын жерін білет та. Олай болмағанда соғының тандырда нан жоқ. Мен нан жауып Я, екеуі де ауылдың районынан шыққан ғой, бұлар нан жауып жүрген қызлар ғой. Мен нан жауып білмеймін деп айттым ғой. Жұмаққа айттым, сен жауа қойса мен жайып тұрайын дедім. Яқ дейді, мыналар қырсылып, яқ қаларады. Мен айттым, жауа алмаймын, мен білмеймін деп. О, қатты ұру керек екен, мен ана тандырсын қала ма деймін деп. Мен өзім білмеймін. Мен оған жоқ. Тандыр бұзып жүрген қыз дейсің. Ол кейіннен болды қа. Сөйтіп не қылады, бірақ кейін деп ыссы болса ошақларды деп әйтеуір алып атырғанды сөйтіп әйтеуір түсірдік. Сөйтіп нормальный жауады екенсің ғой деп қояды. Мыналарды көріп, ол менікі емес ау. Халықтың хәммесін жаңа сен айтқандай хәмменің есінде базардан өтіп бара жатырсаң, тандырды неге бұздың? Деп қалама, мен өзім бас сатпен ойланып барасың, қазір не алсам екен, мынадан кейін не алсам екен деп ойланып жүресің базарда. Деп қарайсың, тандырды неге бұздың? Білмей қалдым, кешіресің. Тандырды бұзбауың керек еді. Хәммесін сенің сөздеріңнің бәрін біледі. Я, о жерде тандырды бұзғаныңа қиналма, сен Гүлалды соға алмадың. Сол тандырға ұсамайтын еді, соның үшін бұзып тастаған жақсы болды. Тап ұсыннан, сенің тандырыңның себебінен мына ерігімнің бір жапырақ ұрасын, оннан кейін көресіз. Ау? Я, онсыз жаңа импровизация деген, мысалға, ана орынның уақытында ана Арзыханның жаңағы жүн сабап отыратын жері бар деп. Жаңағы немене сабаумен да. Соқлар бір қисаң етіп бір ит келе қойды да, сол тап не қылды. Деп тұрып, шарп етіп кетті. Негізінде о итті сөйірге бар, соқты сөйтіп уаңқылдап кетуін керек десе, айтқан істете алмайсың. Ол өзіне өзі пайда болатын зат, һәм пайдасы тиіп кетеді сөйірге. Тиемес қой сенің дертің. Ол ұрғашта сенен тоймайды екен. Қолын бұлғап шақырат тұрады. Ей, оттамаш! Бұл халқымыздың назерінде жақсы бітіп қалған, менде қалғанда сөздерімізге дейін. Кино, знаешь, оларға жаққан, фильм жаққан. Соның үшін Мұратбайға менде көп-көп рахметтер айтамын. Бір затты іске қолға алғаннан кейін, сол заттың ізіне апармай қоймайды. Мәселен, қоңсыларға түсіп атырған уақытта сол сөзіңді бірім. Менің орныма басқа актриса түсіп тұрып еді онда да. Мәселен, Лиза Қалқыназарова түсіп тұрған оған. Кейінен білмеймін қайыр неғымаған, білмеймін қайтын мені шақыртып, мынаны оқып көрің деді, бәуедінағылар отырып еді. Сол уақытта тексті оқып көрдім. Отан ішінде отан, балалар, отан ішінде отан не деген? Итлер де, пішіқлар да өздерінің оталыларын сағынады деген текстер бар да. Мен оны сол уақытта да түскен уақытында да соны есеп тұрдым. Мен анамам итлерді жақсы көретін еді дым. Сондай біздің үйде әмеміз итіміз жақсы көреміз. Сол апам итімізді ізлеп, жылап жүргелер, апам есіме түсіп, көзіме қалай солай жас ағып кетті да, оқып отырғанда елі түскен жоқпыз. Әне сөйтіп істеу керек еді бәуе дейін, сөйтіп істеу керек бек деп ағаларға айтты да, сөйтіп кейін сөйтіп түсіп кеттік. Бұл текстілердің жақсылығы тілге бір жақсы да, жаңағы курорт фильмінде де сенің күйеуің туы, менің күйеуімнен айырылып қалайын деп едік қой, мүжіген асықтай болған деген текст та. Іштем репетиция істеп жатырыппыз Мырза күніменен. Бірақ мен түсінбедім, мүжіген асықтай деген екен, қандай екен. Мұратбайлар сыртта істеп жатыр еді бәрі бәуедіндағылармен. Жуырып бардым Мұратбайға, мүжіген асықтай деген менің күйеуім сондай қандай дебем ғой. Мүжіген асықтай, асық өзі кірттай зат мәселен. Соның әмесін жеп тастаған әме затын, мүжіліп қалған, ес заты қалмаған. Сөйтіп қалған дейді. Мен айттым, ойпей, мені сондай дым күп-күрттай жігітке, сондай жігітлерге мұнасып көріп бердіңіз бе? Дедім, аха, мұсы жоқ қой ол кәпілер. Мынаның садалығына қарашы. Сенің байың туы
мына мүжіген асықтай болған біздің байды қолдан шығарып алайық деп едік қой бұрнағы жылы. Хау қала күні майда үште жұмысын менен базарға барып айланып келсем, ауылға келген студенттердің мұғалімі менен аузына қойып сөйлесіп отыр. Екі езуі құлағында біздің байдың. Әс тұрып, бұл не дедім? Ава, біздерді Жабанский деп ойлап тұрсам ба дедім мен айттым. Әс тұрып, жағасынан ұстап, түйіп шығарып, ізінен патенкемді лақтырдым ғой. Бірақ тимей қалды жаңағы. Әс тұрып, түйіп, жағын көзін парды шығарса деп едім жаңа алғаш. Сондай ап түсіндіріп бір жазған текстілері, сөзлері адамға бір қонымлы, жағымлы. Сен қиналмайсың істеп отырған уақытында. Тап өздеріңіз бірге сөйлесіп отырғандай, қайсы фильмге түсіп отырғанда, мәселен, Алешерменен түсіп отырғанымызда, жаңа кімменен түсіп отырған уақытымызда, жаңа қорқыңқырап, жаңағыдай істеп отырғандарымыз тап сол фильмдердің уақытында үйлерін беріп тұрды. Қалмырзағалар көп үйлер арқайын өзіміздің әкеміздің үйіміздей, өзіміздің үйдегідей болып соларын кіріп шығып істедік, иә. Һәм бір жақсы команда болды. Жаңа айтқандай, Алеша айтқандай, жұмысымызға зиян келтірген жоқ. Сағат 4-те тұрып барамыз, сағат 9-да әкеп тастайды. Кеште де сағат 6-тан кейін жұмысымыздан кейін істейміз, түніңменен істейміз картиналарды, ешкім қиналмайды. Кейіннен хәме біздің директорлар, мәселен мен Чузда істеген болсам, біздің директорларымыздан кейін есітті киноға түсіп жүргендерімізді да. Соның үшін мына көрсетулеріңізге табыстар тілеймін. Еледе мен Қарақалпақ фильмдердің рауажлануын қалаймын. Қазір міне жастар өз алдына студиялар ашып жатырды, жақсы фильмдер шығарып жатырды. Мен оларға да табыстар тілеймін, тілектеспен жақсы болуына. Қазір актер, актрисаларға, әсіресе жастарға мүмкіншілік көп та. Возможность дейді ғой, мүмкіншілік көп. Қалесе ана режиссер шақырса, ана қазір енді театр, мәселен, үш театр болатын болса, Қарақалпақстанда қазір студиялармен 6 болдық мінекей. Актерлар деген қалеген театрларында шақырса, хажет істей аласың, любой режиссермен. Мен бірақ Қарақалпақстандағы ең бір бақытты актрисамын, себебі мен Қуатбай аға, Нәжмәдин ағаның Жалғас аға Сұлтабаев қойған спектакль Бауеден, Римбай Төрениязов, Бердібайлардың, Қыдырбайлардың һәмме режиссер суақтас болған. Міне қазір Сұлталарменен істесіп жатырмыз. Көп режиссерлармен бірге істесіп жатырмын. Амалар менен өмірлердің спектакльдерінде ойнап жатырмын да, режиссер қалдырмай. Енді мына жастардан шақырса, Құда қаласа онда да ойнаймыз. Сондай Мұратбай ағаның шығармалары қазір тренд деп айтамыз, қазіргі тілменен. Трендті. Осы шығармаларын оқымасаң, осы спектакль көргені онша әзілік бермейді да. Соның үшін мен қуанамын, себебі театрларымыз сіздерменен, жастарменен толы, себебі шығармаларын оқыған, шығармаларының жаллануы қалай, қайсы дәрежеде екен. Спектакльдер бұл шығарманың жаллануы ғой, көресіз, ананы оқисың. Сол қалай болады екен деп көруге қызығып, қазір жастар театрға қатты қызығып тұрыпты. Мен табыстар тілеймін театрларға да, киностудияға да. Сондай көрсетулер көбірек істесеңіз, Мұрат, айнан сағанам рахмет. Жақсы күндерде көрісейік. Енді және де давам еттірсек, айны сол кинолар хақында сәубет болып отырғаннан кейін, әрбір кинода мысалы ең аңсат жұмыс тек киноны көру. Ал киноның артындағы, мысалы, болып отырған дүретушілік жұмыс, оның біз мысалы үшін сценарийдан шығып кеткен импровизация болған жерлері, ямаса әрқилы қызықты жағдайлар болуы мүмкін. Сол киноға мінекей мектепке барғаннан бастап адым атып кинода ойнап жүрген инсан ретінде Дастан Баймырзаевтан сұраймыз. Енді сол кішкене уақытыңыздағы ұры киносы, сіздің мінекей киноға деген дәстілік қадамлар, сол уақыттағы мысалы елі кешкен ядымызда мінекей бүгінгі күнде өзінің театр тарауы болсын, кино тарауы болсын, еліміздің жақсы күндерінде мінекей елімізге белгілі болып отырған Дастан Баймырзаев пен Аббас Уснадинов сол ұры киносындағы екі арбаны сүйреп бара жатқан кішкентай балалар еді. Солар хақында бір естілсеңіз. Енді қожалықтың арбасын сүйреп жүрміз. Енді көп бәрібір арба сүйреп жатырсыз. Кинода енді көп ондай оқиғалар болды. Көп адам білмейтін бір сырды ашайын. Қоңсылар деген фильмде мен ұлыма ат фамилиям еш нәрсем жоқ. Бірақ мен үлкен үлесім барды, ең қиналған. Қоңсылар фильмінде. Қоңсылар фильмінде ең қиналған мен. Енді Алеша ағаның сондай жері бар. Шыбын ұстап алады, қара шыбын. Тоқта, тыныш тұр, қимылдама. Ой, мұның тап құрбақан баласы не бар ғой? Расай, Түйенің шыбын емес пе? солай ма деймін? Сол ғой. Өзі ірі болған соң, шыбыны да ірі болады екен ау. Әйтеуірде үйдің шыбынлары жоқ болып кетті ау. Жоқ қылмай ау, қоямын мынауын. Шыбыннан қорқады, адамнан қорқпайды. Түйенің шыбыны. Түйенің шыбыны ғой дейді, сол шыбынды мен әкеп бердім да.
О, қиын ол. Мен микрорайонның подвалында жаңа қуып жүрдім да неше шыбын апарып бердім. Ол жаңа ұшып кетсе қайттан алады. Сол үшін көп айтып әкел деді да. Сол жерде ашып айтайын, сол жерде мен фамилиям жазбаған екенсіз. Енді сол қосып жіберің, шыбын ұстаған Дастанбаймыз. Мінекей енді демек hamımız Түйенің шыбыны деп. Түйенің шыбынын сол уақытта хақиқаттан қары мынау түйенің шыбыны ғой деген. Сол түйенің шыбынын Дастанбай мырза өзі ұстаған екен. Бармақ іздерім бар сонда. Ондан кейін және көп оқиғалар болды. Жаңағы импровизация дейді ғой. Сол Алюшаға, Құрбан ағаларда көп, Клара апаларда көп импровизация болды да киноның уақытында. Ана өліп қалды дейді ғой. Ана телевизор көріп жатқан кезде вай дегенге қоңсылар бәрі өліп қалды деп. Ауа, сол Алюшаға мен Жігербай ағаның келетін жері бар. Вай деп сөйтіп Құрбан аға ұшып шығады ғой. Сөйтіп мана деп вай деп Алюшаға ятып вай дейді. Соны өзі қосты да сөйді әмеміз операторам біздер қапталды артынан жуырып алып көліп қоя береміз. Сөйді сондай жақсы импровизациялар болды. Кейін ұрсатын жері бар. Жағал ешкі қаяқта, ортасында Аббас екеуміз айырып жүреміз. Анамызды ар жақтан жаңа ұрлағансаң, сен ұрлағансаң деп. Сол уақытта жаңағы неде өтіп бартқанлар, айырың шиш, ау сен милиция не қылып тұрсаң деп. Милиция келетін жері бар ғой. Соларға да айтып, рас деп ойлаған ғой. Сол ұстаздарымыз раста хақиқат қылып ойнағанда. Кейін және жақында түсірілген сол Ажинияз фильмінде Ажинияздың дұшпаны болып ойнаймын. Сол бір қызға таласып, сол уақытта бетім күйіп қалатын жері бар да. Соны азаннан бастап 4 сағат грим істеді. Енді ондан кейін маған гример айтты, аузыңды ашпайсаң, есат жемейсең, суам іше алмайсаң деді. Сен ана рөлді атқарып боламан деген себебі, ізлері қап қояды, ашылса деді. Содан тек нандай болып ашылады. Сөйтіп сөйірдек қыздар деп ұсақлап аузыма сап отырды. Сөйтіп айттым, кинода жеу аңсат емес екен дедім. Өзі кинода ең жаман грязный деп айтады да. Сол ауқат жеп түсу да. Ауқат жеу. Мынандай жұмақ айттым ғой, бір жұмақтың көші төсіліп қала береді да. Жаңа неде ұруда. Тауыстың көші. Ол жалмап жұта береді да. Сөйтіп мен кіттай жеменді стоп десе сразу тоқтап қалмады, астен аузыма алып отырамын. Қайттан жаңада началде уақытта және сол көшті қайттан сындырып алып, қайттан жеп отырдым да. Сөйтіп маған айтады, сенің көшіңе төсілмейді, жұмақ жеп болған ғой жаңа. Екі жалмап жұта берсе. Қалай екен? Мынаның дәмі қап жүз тауықтың дәмін дейгіне, я? Қойшы қатын. Бар адамның мінетін жер көресің. Хау, жүз тауықтан мазал екен. Жабайы құстың аты жабайы құсты. Қорқады екен. Сол ана Феллиниді бая түскен уақытымызда айтты да, ана жемейсен. Не, шетелдіктер айтты да, сонда бұл түсу через переводчик айтып тұрды да. Ең грязные съемки дейді да, съемкалар, түсірулер, сол ауқат жеу. Қиын нәрсе да, мәселен, қазір бір жегенді қайта сондай ап жей алмайсың ғой. Сол затларды менің сөйерде кіртте бауырсақ ауыз тиетін жеріміз бар еді, бауытейін. Сөйерде бір бауырсақты ауыз тию керек та, енді өйерде бірақ бауырсақ көп. Дегенмен сол бауырсақты жеу керек. Соны кейін маған сөйерде ашот деген не айтты, кітті саласаң, бірақ сен не глотай деді, жұтпа оны. Сөйт тұрсын деді. Кейін не қылса, соны қайттан салып, қайттан жұтасың. Содан бастап үйрендім. Бұлам, әрбір фильм сені қайттан тәжірибелерді қосып бара береді да. Соны айта жағадың. Қызық уақыт. Міне енді жаңа грим хақында гап кетті. Ажинияз сол фильмнің съемка барысында біздерде енді ассистент режиссер болып қатынасып едік. Ең дәслеп сол ауылдық сахналар басыланған уақытында, аз ядымда мінекей ұстазлармен бірге болдық сол уақытта. Енді Базарбай аға сол уақыттағы бір үлкен молланың рөлін ойнадыңыз. Ұстазын. Енді сол уақытта және сізде бір-екі актерлар бар, үлкен ұстазлар барлығы енді гримменен болу керек, сақалменен болу керек. Енді Ташкенттен гример келген, олар театрдың гримінде емес. Олардың әрбір сақалын бірімлеп жабыстырып шықты. Әрбір актерға сол уақытта 3 сағаттан уақыт кетті, 2,5-3 сағаттан. Азыр мінекей гримнің мысалы мен сорай жақ нәрсем сол хақиқаттан ол гримменен ауқатлану қиын, жеп ішу қиын. Әр күні болатығын мысалы үшін сіз азанда гримге келесіз, түстен соң кешкі мысалы съемка болғанда және алып тастайды. Сондай менен болады, бұл бір қиыншылығы. Және сол уақытта бір енді сол уақытта мына Алеш ағалардан біз естіп қалдық. Мына киноға түскенімізге қарағанда гримде отырғанымыз көп болды ғой. Екі ауыз сөйлейтін сөз үшін сондай гримменен шығады.
жеп аққында айтайын, Клара апа, менікі наоборот болды. Бірінші класс уақытта жаңағы түркішекке түстік қой. Сол уақытта ана қызды күтіп тұрамын, папкасын арқалап мектепке апарып қайтамын, соған әр апарғаныма мороженое әпереді да. Сол уақытта қазір және бір сырды ашайын мен. Сол әкеміз режиссер болып сол қатты күйіп пісті. Түсе алмай жатсаң деп. Мен негізі түсе алатын едім, ана мороженейді қайта жегім келді да. 7-8 мороженое жеп болып ақырында бір түстім. Болады екен ғой деді. Тойдым да. Бір мәртебе зор қылып ойнасаң, басқа мороженое жоқ. Сол үшін баста ойнамай тұрдым. Қытай сұмлық, білмеймін қаяқтан өткенін білмеймін. Енді мінекей, сол әрбір кинода болатығын, Клара апа, импровизация жағдайлар, ямаса кинодағы сценарийдан тыс болса да, сол импровизациямен қалған сахналар. Мысалы айтып отырыпты Бәуеден ағада, импровизация болса да, ол актердің, ямаса сценаристің еліде өзінің ішінен шығады, киноға тап қалыптей құйып қойғандай болып шығады. Сондай бір сахналарыңыз хақында бір айтып берсеңіз, сол кинолардағы енді бір әрбір мысалы көріп отырған уақытта ойлаймыз, бұл бір Клара апаға жазып берілген сценарий емес шығар. Оны бір өзінің ойынан тапқан шығар. Ямаса Құдайназар ағаның әрбір сол қыртып іліп алған сөздерін естіп отырған уақытта ойлаймыз, қаяқтан бұлар бір өмірдегідей сөздер де олардың барлығы енді бір қағазға жазып оны қағаз сценарий басқа, өмірде ойналып жатырған уақыты басқаша. Көпшілікке оны айтуғаны, сол тандырды бұзып жібереді тұғын жер бар ғой. Соны тандырды өзің соқтың ба, сауаллар болады көп. Қазір біздердің Қарақалпақстанда көп сауаллар береді. Оны біздерге соғып береді ғой өзі. Бірақ мен өзім сонша айттым, тандырды бұзуға болмайды, менің жасым еле жаспан, тандыр бұзбай. Тандырдым келі затты ғой енді, мен нан жейміз. Бұзбай-ақ қояқ дегенменен яқ деді, сол бұзылу керек деп. Бірақ мен кейін жаңағыдай бетіне былай жағып жіберейін бе деп. Бір қазір өтірік затларға, соған достарға мен шыдай алмаймын да. Тап как будто кірттай зат жаңа істеп жатырса, дәру мінеріне былайша лай жағып шығу шарт емес қой. Лай тиюі мүмкін, шашырауы мүмкін, шашырамауы да мүмкін да, мәселен. Сондай сол жерлерін мәселен бірақ істедік. Өзіме де сол картинаға сойыр сол кусок өзіме ұнайды деп қарап отырғанымен, ана ұрсып жатырса, мына түтін не қыласың десе, түтінін деп қарап, аспан қарап тұрған жерлерім да сондай. Сол жерлер, тандырдың ішінде отырған жерлер, сөйле қатты ұнайды да, осы естественно шыққан. Импровизация... Айты бір. Сөйлеме деп жатсам ба не? Енді Алеушілер бәріміз дос болғаннан кейін Бәуединамен бір құрдасым. Бір жақсы не болды да, бір әлпіміз алысып, уақыттан қалай өткеннен білмейміз, күлісіп, бір съемкадан кейіннен бір жақсы кеулі қайтып, бір кеулі қалыспа деген зат болған жоқ та, сол жақсы Мұратбай аға да, жаңа тие берсін Пердебай ағалар да, әмме мүмкіншіліктер туғызып бер қойды, қолдан келгенше, полканан мен дым болмаса айнерден консерв әкеп береді, нан басып жеп отырған, шай демлеп беремен деп, не? Енді ана бағана айтып жатырмыз ғой, енді съемканы концерт түсіру несін. Түсте репетициядан шығып сағат 1-лерде бір себеплер мен есі жей алмадым, шаям іше алмадық, уже съемка тұрыпты, жолда, Төркіл жолдың бойында түсірілетін арбан тартып кетті жерді. Самолеттің жолы шығар, аспан самолеттің жолы шығар деген жер. Күйіп, не шаршабамын кеттім, шөлдебамын кеттім, ашам, ташқыны тартып ят, ташқам ауыр ташқы. Деп тартып яттан терлеп, тепшіп, ой, бұл somada съемка елігі дейін. Ана естеріне шыққан деп ойлаймын да. Ашу менде. Енді шайық ба! Ай, қары. Аспан самолеттің жолы шығар деп қарап бір аспан отырып алайық, бір жерде отырып алайық. Сөз құрамына шеберлігін сөйледі айтамын. Не қыласың енді, сонда енді бір хақиқи болып шығады да, ойнанбайды хақиқи болып. Материалдар айдап түсіп кетір мектептің қасында әме тұрыппыз ғой енді, съемкалар кетіп жатыр, har жеріне жатыр, іште мектепті. Алешқа айдай алмайсың деп қатты бақыра бердім, сөз естілмейді ғой бар уақытта озвучка. Айдай алмайсың деп қарап еді, деп атыздың ішіне қарай құлады. Ауа, негедір бір андай муфты дейме бір тросы ма үзіліп кетті, ана не тоқтамай алды. Құдай шақлап қалды, елен балалары жоқ еді олмады, не шаптың ішіне тақыр-тықыр болып, азмын бір жерден жырылбам, не қылам қалды. Қорқып бір қарсым, растан құлап жатыр. Микрофонды енді Дастанбай Мырзаевқа және береміз. Сол және бір түсірілген Қарылпақ фильмінің киносы, Қайсар киносы.
Hammamiz жақсы көріп тамашалаймыз. Haqiqiy мінекей сол ауылдық фермер қаһарман туралы түсірілген кино. Енді бұның бас рөлді Дәулет Мұрат аға Қалқоразов ойнаған. Ол кісі де мысалы спорт тарауының адамы, бірақ актерлық шеберлігі сол дәрежеде жақсы қылып, табиғи қылып ойнап берген. Һәм сол кинода сіз оның сол баласын ойнағансыз. Сол жаңа шай ішіп отырған уақытта өзі салыс суға кетіп, су таба алмай отырған, телевидениедан жаңалық көріп отырған уақытта суды шайнектің қаппағын түсіп кетеді. Былай бір қарайды. Сол мысалы сөйердегі бір съемка процесінде жүде үлкен рөл ойнамаған болсаңыз да, бірақ ішінде барсыз. Солар хақында, Дәулет Мұрат ағаның өзі хақында бүгін имканы болған жоқ, ол кісінде біз шақырған едік, бірақ міне Дастан Баймырзаевтан аз толықтау естеміз. Енді сол жерінде сол шайнектің қақпағы түсіп кетіп деп әкемізге қараймыз ғой, қорқып. Сол жер енді жаңағы қиыншылық тудырмады, себебі үйде де сондай. Бір зат білдіріп алсақ. Дастан Баймырзаев үйде де hamma затты білдіріп жүреді да онда. Ояғын айтып жатқаным жоқ. Бірден әкемізге қараймыз да, бір зат білдіріп алсақ, сол елеге шекем сол травма қалғанда детский. Сол уақытта ғана сөздеріңізді, мысалы үшін жаңағы күніме айтып отқандай, адамдардың құлағында байланып қалған бір сөздердің несінде, мысалы бидай нанды сұрайсыз ғой. Біздер зағара жей береміз, зағара жоқ па апа? Ау. Жапқаннан жоқ па апа? Азанда да зағара, түсте де зағара, кеште де зағара болып кетті ғой. Ау, оның несін маған айтасың? Ағаң айтсайшы. Мен не, күнде нан жауып жүріп едім? Жаппасаң, ұн әкеп бер. Ұн жоқ па еді? Ау, әкеме сен қаяқтан болады? Бір тиын таусаң, адамларға аласаң да жуырасың. Әйтеуір төбеміздегі жайды сатшы бермесе болар деп отырмыз. Сол уақытлары мысалы адамларға қазір мысалы тоқшылық, жақсылық заман, һәм кинолар тек қана комедия емес, тек қана мәнді жақтан емес, әрбір тұрмыста да сол уақытлар ашып берген. Бүгін арадан қанша уақыт өтіп жатырса да, бұл кинолардың әр қайсысы хақында негізі бір сағаттан сөйлеуге болады. Әр бір хақында түсіруге болады, бірақ біз бүгін міне қолымыздан келгенше Қарақалпақ кинолары хақында, оның дөретушілері менен біргелікте сәубет алып бардық. Бұл дөретушілердің барлығы өзінің өмір жолларын өнерге бағышлаған инсанлар. Ұстазлар алдымызда аман болың дейміз, рахмет айтамыз. Осындай ұмытылмас кинолар үшін рахмет айтамыз сізге. Және де алдындағы осындай дөретушілік жұмыслар үшін сізге тасқын табыстар тілейміз. Демек, әзілер, осыныңмен бүгінгі көрсетуімізге жұмақ жасаймыз. Келесі салаларда да өнердегі өмір жойбарында бізден ұзақласпаң дейміз.